Сәлеметсіздер ме? Тұжырымдамалық және әмбебаптық әрекеттегі зерттеу ұғымын қолдануға болатын зерттеу тәсілі: диалогтік оқыту, критериалды бағалау, саралап оқыту, инклюзивті білім беру, жағдаяттық талдау. Дұрыс жауабы жағдаяттық талдау. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі: нәтижелердің жүйелі жариялануы топ мүшелеріне маңызды. Зерттеу барысында топ мүшелері әртүрлі дәрежеде үдеріске тартылады. Топтың бір мүшесі жоспарды дайындайды, басқалар бақылайды. Зерттеу үшін жауапкершілікті бақылаушылар алады. Оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты. Дұрыс жауабы: оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты. Кез келген адам қандай да болмасын белгілі бір топқа кіреді. Осының үлкен тобы: шартты, ресми, микро, ресми емес, макро. Дұрыс жауабы макро. Педагог сынып ұжымына қатысты барлық сұрақтарды өзі шешеді. Балалардың әрекетін субъективті бағалайды. Бұл стиль көп жағдайда дау-дамайларға толы. Референттік, либералдық, өктемділік, демократиялық, авторитарлық. Дұрыс жауабы авторитарлық. Дүниетаным дегеніміз не? Адамның табиғат, қоғамдық өмір туралы білімдерінің жүйесі, адамның еркін білдірген, сезімін қозғаған, мақсат мүддесіне, бағыт-бағдарына айналған білім жүйесі, шындықтағы құбылыстарды белсенділікпен танып білуге бағытталған адам ерекшелігінің бір көрінісі, белгілі бір пәнге деген талпынысы, адамның алдына қойған ең ардақты, ең асыл мақсаты. Дұрыс жауабы: дүниетаным дегеніміз адамның табиғат, қоғамдық өмір туралы білімдерінің жүйесі. Тағы да осындай тесттер күтетін болсаңыздар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.